Бәріңізге сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Ұнап жатса лайк басып, подписка жасаңыздар. Бүгін біз пирожки жасаймыз. Ол үшін сүтімізді қыздырып, тұзымызды салып, жұмыртқамызды салып, араластырып алатын боламыз. Ал мен алдымен апара жасап алдым. Оған біз су қосып, тұз қосып, ұн салып, және де дрожжімізді салып, араластырып, көтеріп қоямыз 10 минутқа. 10 минутта өзі солай көтеріледі. Ал енді кішкене ұнымызды салып араластырамыз. Оның үстіне апарамызды саламыз. Және де араластырып қамыр илейтін боламыз. Мен қамырын жұмсақ қылып илеймін. Жұмсақ қылып илесе тезірек көтеріледі. Және де жылы жерге орап, бетін жауып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Негізі менікі 1-1,5 сағатта көтеріледі. Қамырды жұмсақ қылып илеймін. Ал болғаннан кейін осылай домалатып, жайып алып, үстіне начинкамызды саламыз. Ал начинкамызға мен картоп пен пиязымызды қуырып, оны дайындап алдым. Осылай түйіп қоямыз. Ал түйіп болғаннан соң майымызды қыздырып, бәрін шет-шетінен пісіретін боламыз. Осындай жареный пирожки дәмді болып шығады. Пісіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналым ұнаса, подписка жасаңыздар.